Қайырлы күн, қымбатты досым. Сен назарыңа ағылшын тілін үйренеміз сабағында 3-ші А сыныпында когнитивтік сабақ. Біздің тақырыбымыз бүгін shapes. Shapes ол бізде пішіндер, иә? Пішіндерді өтеміз бүгін. Қайталайын. Hello, my dear student. Get ready for the lesson. Take your copybook and your pen. Take a seat and be ready. And listen to the teacher attentively. Are you ready? Okay. Let's get started. Бүгін сабақта сен не білесің? Ағылшын тіліндегі пішіндердің атауларын білесің. What shape is it? It is. Және what is your favorite shape деген сөз тіркестерді айтуға үйренесің, иә? Shapes ол бізде пішіндер, иә? Shape бір пішін, shapes көп пішіндер, иә? Shapes. Окей, көшейік енді пішіндерге. Қандай пішіндерді сен білесің, иә? Қандай білеміз, иә? Шаршы, иә? Шаршы ағылшынша бізде болады. Square. Қайталаймын. Square. Yeah. Triangle. Circle. Heart. Star. Rectangle. Oval. Diamond. Yeah. Осы 8 пішіндер бүгін біз өтеміз. Ал енді әрбіріне тоқталайық. What is it? It's a circle. Қайталаймын кейін. Circle. Дұрыс. And what is it? It's a triangle. Yeah? Triangle. Қараш, бізде triangle. Неше жағы бар, иә? 1, 2, 3. 3 sides, yeah? 3 sides. Triangle. Қайтала. Triangle. Үш бұрыш бізде ағылшынша болады. Triangle. Шаршы бізде болады екен. Square. Ал енді санайықшы. How many sides do we have in a square? 1, 2, 3, 4, yeah? 4 sides in square. Қайталай қой. Square ол бізде не екен? Шаршы дұрыс. Square. Келесі пішініміз ол бізде oval. Міне, қалай оқылады екен, иә? Oval. Қайтала. Oval. Ал енді бұл бізде төрт бұрыш, иә? Ағылшынша бізде болады. Біледі, сен білесің бе? Rectangle. Төрт бұрыш. Rectangle. Қайталатады. Rectangle. Дұрыс. Келесі пішініміз ол бізде ромб деген. Diamond бізде тағы да ол бізде қиян деген сөз, иә? Diamond. Қайтала. Diamond. Дұрыс. Келесі пішініміз ол бізде жүрекке. Heart. Қайталаймын кейін. Heart. Мынау сөз бізде heart деп оқылады. Heart ол бізде жүрекке дұрыс. Және соңғы пішініміз ол бізде star ол бізде жұлдыз, иә? Star. Ал енді қайталайықшы бәрін тағы. Square. Қайталаймын
square, triangle, triangle, circle, circle, heart, heart, star, star, rectangle, rectangle, oval, oval, and diamond, diamond. Ал енді айта ғой маған. What shape is it? It's a triangle, yeah? What shape is it? It's a circle. It's a circle. Енді бұл сұрақты қарайық, yeah? Бұл қандай пішін деген сұрағымыз ағылшынша осылай болады. What shape is it? What shape is it? Бұл қандай пішін, yeah? What shape is it? Қайталайын. What shape is it? What shape is it? It is a triangle. It is a triangle деп жауап береміз. Несі қысқаша? It's a triangle. It's a triangle. It's a triangle. Дұрыс. Мысал, алайық. Мысал. Жұлдызшаны алайық, yeah? What shape is it? What shape is it? It's a star. It's a star. What shape is it? It's a heart. It's a heart. What shape is it? It's a diamond. What shape is it? It's a rectangle. Rectangle. What shape is it? It's an oval. It's an oval. And what shape is it? It's a square. And what shape is it? It's a circle. It's a circle. Дұрыс. Ал енді мен саған қазір shapes тақырыбында бейнені көруге ұсынамын. Бұл бейне сабақта тоқтатып қойды. YouTube сайтында осы сілтемені тап. Shapes тақырыбына бейнені қарап, тыңда да қайталайды. Бейне сабағын тоқтат. Паузаны бас. Ал енді мен саған кішкентай осындай сұрақ, бірінші сұрақ қойдым. What shape is it? What shape is it? Айта ғой. It is a circle. What shape is it? What shape is it? It is a triangle. It is a triangle. What shape is it? What shape is it? It's a square. It's a square. Келесі. What shape is it? It's an oval. It's an oval. What shape is it? It's a rectangle. It's a rectangle. And what shape is it? It's a diamond. It's a diamond. What shape is it? It's a heart. It's a heart. What shape is it? It's a star. It's a star. What shape is it? It's a trapezoid. It's a trapezoid. What shape is it? It's a trapezoid. Ол бізде жаңа пішінде trapezoid. Trapezoid. Ал енді саған тапсырмалар дайындалды. Бұл тапсырмалар күнделік немесе WhatsApp арқылы саған жіберіледі. Бұны бәрін орындап, фотоға түсіріп, мұғалімге қайтарып жібер. Міне осындай тапсырмалар. What shape is that дегеніміз? Бұны оқу керек, я? Мысалы, it is round, it has no corners. What shape is that? Бұл сұрақ, я? It is мұнда мына жерге жазу керек, немесе дәптерге орындау керек, я? Осылай жазасың. What shape is that деп сұрақ белгісін қоясың. Астына жазасың, мысалы. Мынаны суретін саласында, оның жанында жазасың. It is
Ya, dürüst yazasın. Sosun kelesi mınaны o oldu ya, o oldu. Savasında it is almost round. It looks like an egg. What shape is that? Bunun bärini okap orundan bilgi. Kelesi kapsamamız osындай. Trade the shapes. O degenimiz bunu basıp салу керек ya карандашпен. Сосын мынаны оқыды, мынау сөздерді. Color the small circle red. Color the large circle red. Бұны да бәрін орындау. Ол сонша қиын емес, иә. Келесі, науқасынан орындау керек. A circle has неше жағы бар деген сөз, иә, side. Side сол жақтар деген, иә. Бұны барлығын орындау керек, иә. Әрбір пішінде өзінің сөйлемі бар. Неше жағы бар екен, иә. Және соңғысы what shape is that? Суретпен сөздерді сәйкестендіру. иә. Осыны бәрін орындап, мұғалімге қайтарып жіберіп отырсақ. Ал енді жаздосым, саған сабақ ұнады деп үміттенемін. Кездесулерге назар аударғаның үшін рахмет. Goodbye. Bye bye.